أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Бұл қасиетті Құран кәрімнің Худжрат сүресінің 12-ші аяты. Бұл аятта Алла Тағала иман келтірген барша мұсылмандарға былай деп бұйырады. Я айюхаллазина аману, ей иман келтіргендер. Иджтанибу касиран миназзан, күмәннің, ойдың көбінен ұзақтаңдар. Бұл жерде ой деген адамдарға қатысты жаман ойда пікірде болу жөнінде айтылып жатыр. Немесе күмәнда болу жөнінде айтылып жатыр дейді ғалымдарымыз. Аяттың жалғасында инна баъдаз-занни исмун, расында сол ойлардың, күмәндардың, ойлардың кейбірі күнә дейді. Уәлә тәжәссәсу, және бір-бірлеріңді аңдымаңдар. Уәлә яғтаб баъдукум баъда, және бір-бірлеріңді ғайбаттамаңдар. Айюхиббу ахадакум ан яъкула лахма ахихи майтан факарихтумух. Сендердің қайсы біреулерің өзінің бауырының өлген кезде етін жегенін жақсы көре ме? Факарихтумух, жоқ, жек көресіңдер. Ваттақуллах, олай болса Алладан қорқыңдар. Инналлаха тауабур рахим, расында Алла Тағала тәубелерді қабыл алушы және өте мейірімді дейді. Осы қасиетті аятта біздерге мұсылмандарға Алла Тағала үш нәрсені бұйырып тұр. Үш нәрседен сақ болуға бұйырып тұр. Біріншісі күмәннен, жаман ой ойлаудан. Екіншісі бір-бірлерін аңдудан. Ал үшіншісі бір-бірлерін мұсылмандардың ғайбаттауынан сақтандырды. Біздің тақырыбымызға арқау болып отырған сол мұсылмандардың бір-бірлерін аңдымау жөнінде болады. Себебі бұл да мұсылмандардың арасында бұл бір-бірлерін аңдуы жақсылықтың белгісі емес, және бұл Алланың алдында күнә болып саналады. Бұл нәрседен ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа да тыйған, бір-бірлерін аңдудан тыйған. Және адамдардың кемшілігі болатыны рас, әрбір адамның кемшілігі, қателігі, күнәсі болатыны рас. Бірақ соның бәрін аңдып, біліп, өзгелерге жариялау ол мұсылманның тірлігі емес. Ең әуелі мұсылман адам өзімен айналысу керек. Өзінің бойында қандай кемшіліктер бар, соны тауып біліп, соны арылуға тырысу керек. Сол үшін де осыған қатысты Шәкәрім атамыздың бір жақсы бір өлеңі бар. Мынандай бір өлеңде: біреудің мінін тергенше, жамандығын көргенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен күрес өлгенше дейді. Өте керемет айтылған өлең. Яғни адам, мұсылман адам, әсіресе өзінің ойындағы кемшіліктерді біліп, содан арылуға тырысу керек. Басқа біреудің кемшілігін іздеп тауып, оны жариялау ол мұсылманның тірлігі емес. Жоғарыда айттық. Енді керісінше бір адамның жаңа күнәсін жариялап айтқаннан көрі, одан да өзінің жаңа айтқан өзінің қателіктерін түзеуге тырысу әлде қайда абзалырақ болады. Жалпы енді Алла Тағаланың өзі қасиетті Құран кәрімде былай деп береді: «Уәлә тазиру уазирату визра ухра». Ешкім ешкімнің күнәсін арқаламайды дейді. Яғни осы аятта айтылғандай, біреудің айыбын айтып біз бір пайда таппаймыз. Керісінше оның күнәсін ашу арқылы қияметте өзіміздің де айыбымыздың ашылып қалуы әбден мүмкін. Себебі ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай дейді: егер қайсысы бір мұсылманның айыбын жасыратын болса, Алла Тағала оның айыбын жасырып қояды дейді. Егер біреудің айыбын ашатын болса, ол тіпті үйінде отырған болса, Алла Тағала қаласа, оның айыбын ашып қояды. Сондықтан құрметті мұсылман бауырлар, бір-бірлерімізді аңдудан, бір-біріміздің айыптарымызды ашудан барынша ұзақ болайық. Керісінше мұсылмандыққа тән болған қасиет адамның күнәсін жасыру, айыбын жасыруға тырысу қажет. Бірақ бұл жерде бұл мұсылманға жаңағы осындай қателігін, кемшілігін мүлдем айтпау керек деген сөз емес. Өзіне жеке шығарып айтып, сол кемшілігін түзеуге үлес қосып, өзін тәрбиелеп, сол арқылы өзгелерге тәрбие беруге тырысу бұл бір мұсылманның ерекшелігі болып саналады. Алла Тағала осы айтылған кішігірім уағызымызды пайдалы әрі қайырлы қылсын, және әрқашанда Алланың разылығына бөленген құлдарының қатарынан болуды баршамызға нәсіп етсін.